Келесі мысалда x мәнін табыңыз. X тең 10 қосу 5 көбейтілген 2. Әрине ол 20. Оны принт арқылы экранға шығарып көрейік. Жалпы өрнектерде біз арифметикалық амалдардың орындалу реттілігіне назар аударуымыз қажет. Бұл мысалда бірінші көбейту орындалады, содан кейін барып қосу амалы орындалады. Сондықтан жауап 20. Яғни 5 көбейтілген 2 10, 10 қосу 10, 20 деген мәнді береді. Бұндай реттілік негізінен Python тілінде ғана емес, кез келген программалау тілінде бірдей қолданылады. Ондай болса, арифметикалық амалдардың орындалу реттілігін қарастырып өтейік. Негізінен ең бірінші дәрежеге шығару орындалады. Мысалы, 2-нің 3 дәрежесі. Содан кейін барып көбейту не бөлу орындалады. Келесі қосу не алу орындалады. Әрине бұл тура математикамен сайма-сай, яғни жақша арқылы біз бұл амалдардың орындалу реттілігін өзгерте аламыз. Яғни жақша ішінде орналасқан өрнек міндетті түрде бірінші орындалады. Ондай болса, видеоны тоқтатып, келесі мысалдың мәнін тауып көріңіз. Әрине бұл жерде x-тің мәні 2000 болады. Сонымен арифметикалық амалдардың реттілігін білу өте маңызды. Сондықтан мынау тұрған реттілікті жаттап алуыңызды сұраймыз.